Кейде адамдар бір үйдің ішінде ғана емес, өздерінің ішкі әлемінде де жоғалып кетіп жатады. Сыртынан қарағанда жай ғана ескі үй, қабырғасы сарғайған, терезесін шаң басқан, есігі әрең ашылады. Ал ішінде мыңдаған мусор. Жылдар бойы жиналған кір, шіріген заттар, жоғалған өмір. Бұл мусорный дом деп аталатын үйдің тарихы. Бүгін мен сендерге бір адамның қалай өз өмірін бір бөлмеге көміп тастағанын айтып беремін. Нью-Йорктағы құпия үй. 1947 жыл ақш Нью-Йорк қаласы. Бай ауданның ортасында бір ескі үй тұрған. Бірақ бұл үйде ешқашан свет жанбайтын, ешкім кірмейтін, ешкім шықпайтын. Көршілер оны страшный үй деп атайды. Бұл үйде екі ағайынды тұрған. Хомер Каллайер, Лонгли Каллайер. Хомер Каллайер кім болған? Қарапайым адам емес. Ол Нью-Йоркте туған, Колумбия университетін бітірген, құқық саласының маманы болған. Яғни бұл кедей емес, білімсіз емес, қарапайым емес адам еді. Хомер бай отбасында өсті. Әкесі атақты дәрігер, анасы опера әншісі болған. Өзі де інісі де жақсы білім алып, болашағы бар еді. Ал оның інісі Лонгли Каллайер инженер және химик болған. Ата-анасы қайтыс болғаннан кейін екі ағайынды Нью-Йорктегі 5-я авенюдегі ең үлкен үйде тұрып қалды. 1930 жылдары Хомер аяқ астынан инсульт алып, көзі дым көрмей қалады. Сол сәттен бастап Лонгли жұмысын тастап ағасына қарай үй тірлігіне көмектесе бастайды. Ол күн сайын мыңдаған газеттерді жинайды. Ағам бір күні қайта көреді, сонда барлық жаңалықты оқиды деп ойлайды. Бірақ ол күн ешқашан келген жоқ. Бұрын бірі заңгер, бірі инженер бай отбасының балалары. Біраз уақыт өте олардан адам қашты. Сыртқы өмірмен байланыспады, есіктерін жауып алды. 30 жыл бойы ешкіммен араласпады. Ағайындылар үйге далада қалған бәрін тасыды. Газет, қираған пианино, бутылка, арба, темір, кітап. Олардың ойынша бір күні керек болады. Сол бір күн ешқашан келмеді. Үй біртіндеп мусор тауына айналды. Үйде жүретін жол жоқ, терезе жоқ, ауа тіпті жоқ. Бір күні көршілер иіске шыдай алмады. Полиция келді. 30 жыл ашылмаған есікті бұзды. Ішке кіргенде 100 тоннадан аса мусор, туннель сияқты жолдар қап-қараңғы. Ал ең сорақысы бөлменің ортасында геймердің денесі жатты. Ал Лонгли қоқыс ортасында тірідей қалып қойған. Ол ағасын құтқарам деп жүріп, өзі де сол үйде өлген. Тергеу кезінде Лонгли арнайы ловушка жасаған. Егер біреу кірсе, мусор үстіне құласын деп. Бірақ бұл тозақтың құрбаны өзі болды. Олар бай еді, ақылды еді, бірақ жалғыздық оларды жеңді. Бұл оқиға Америкада болды. Бірақ дәл осындай история бүгінде қайталанып жатыр. Басқа елде, басқа үйде, басқа адамда, бірақ Қазақстанда қарапайым үйде. Ол адамның аты Арман, ал оның өмірі бұдан да ауыр болды. 2022 жылдың күзінде қала шетіндегі тыныш аудандарда көршілер бір нәрсеге алаңдай бастады. Үйден шіріген иіс шығады. Терезе ешқашан ашылмайды. Үй иесін жылдар бойы көрмеді. Алғашында ешкім мән бермеді, бірақ иіс күшейе берді. Бір күні көршілер полицияға хабарласты. Келесі күні құпия болған сол үйдің есігі ашылды. Үйге кірген адамдар өмір бойы ұмытпайтын көрініске тап болды. Полиция есікті ашқанда алдымен мусор құлап түсті. Ескі киім, шіріген тамақ, сасыған көрпе, пол көрінбей, диван жоқ, кухня тіпті жоқ. Барлығы шіркін мусордың астында қалып қойған ғой. Мусордың биіктігі адамның бойынан да асып кеткен. Үй емес полигон сияқты еді. Ауа жетпейді, демалу қиын, иіс шыдатпайды. Ал ең қорқыныштысы, бұл жерде бір адам өмір сүрген. Бұл үйдің иесі 47 жастағы жалғыз басты ер адам. Аты Арман. Кезінде жұмысы болған, достары болған, отбасы болған, бірақ біртіндеп жұмысынан айырылды, ажырасты, жалғыз қалды. Сол кезден бастап ол адамдармен байланысын үзді, ешкіммен араласпады. Өзімен ғана өмір сүре бастады, және ол мусор жинай бастады. Бірақ ең қызығы, неге ол қоқысты тастамады, неге көмек сұрамады, неге өзін осындай күйге жеткізді? Бұл жай салақтық емес еді, бұл психологиялық ауытқу болатын. Көп адам ойлайды, ол жай ғана салақ болған, бірақ шындық басқа еді. Арман үшін әр зат жай мусор емес, естелік болған еді. Қирап дымы қалмаған сағат, өткен уақыт, жыртылған көйлек бұрынғы өмірінен, бос шөлмектер, жалғыз қалған кештер. Ол ештеңені тастай алмады, өйткені тастау естеліктерін өшіру сияқты еді. Психологтар бұны жинақтау синдромы деді. Бұл психологиялық дерт. Адам мусор
сырын қымбат заттай көреді. Тастаса үрейленеді, жалғыздықтан қорқады, өзін қорғайды. Арман да солай болды. Қоқыс оның қабырғасы. Ажырасқаннан кейін достары сиреді, телефонға звонок тіпті келмеді, туғандар араласпайды. Бір күні ол 3 күн бойы біреумен сөйлеспегенін байқайды. Содан кейін апта өтті, ай өтті, жыл өтті. Ал үй болса мусордан толып бара жатты. Алдымен газет жинады, сосын пакет, сосын сынған зат, кейін бәрі, тіпті шіріген тауықты да тастамады. Өйткені кейін керек болып қалар. Осы сөз оның өмірін тас-талқан қылды. Арман өзін былай жұбататын: ертең жинаймын, демалыста тастаймын, содан кейін уже уақытым жоқ. Бірақ уақыт келмеді, үй мусорға батып бара жатты. Ол ештеңе көрмегендей өмір сүрді. Ойланып көрші, егер сен жалғыз қалсаң, ешкім іздемесе, сені ешкім тыңдамаса, сен қандай болар едің? Арман да біз сияқты еді. Тазалау жұмыстары басталғанда КСК-ның адамдары бір бұрыштан бірдеңе тапты. Қоқыстың арасында қораптар, ескі коробкалар, ішінде хаттар, суреттер, күнделіктер. Бұл Арманның жоғалған өмірі еді. Бір хатта былай жазылған: мен ешкімге керек емеспін, мен тек осы жиналған мусормен ғана сөйлесе аламын. Тағы бірінде адамдар кетеді, ал заттар қалады. Бұл сөздер оның жан айқайы еді. Күнделікті оқығанда белгілі болды. Арман бала кезінде ата-анасынан ерте айырылған, балалар үйінде өскен, жиі заттарын тартып алған. Сол үшін ол ешқашан ештеңесін тастамауға ант берген. Үйде су болмаған, газ істемеген, отопление жоқ, қыста мұздай, жазда иіс тұншықтырған. Дәрігерлердің айтуынша бұл өлімнің аузынан қалған. Бұл оқиға интернетте шыққанда мыңдаған адам жазды. Қалайша ешкім байқамайды, қайда көршілер, қайда туыстар? Психологтар айтты: бұл қоғамның мәселесі. Бір адам емес, бәріміз кінәліміз. Жалғыздық, үнсіздік өлтіреді. Арман ауруханаға жатқызылды. Ол басында сөйлемеді, көзге қарамады, бірақ бір күні ол күлімсіреді. Ол үміт еді. Арман ауруханаға түскенде оның үстінде таза киім, таза төсек, таза ауа, бірақ ол өзін жат сезінді. Өйткені ол өмір бойы ласқа мусордың арасында үйреніп қалған еді. Ал таза нәрселер оған қорқынышты еді. Дәрігерлердің айтуынша алғашқы аптада ол бір ауыз сөз айтпады, тек терезеге қарап жатты. Бір күні медсестра сұрады: сізге бірдеңе керек пе? Арман сыбырлап жауап берді: ештеңе, тек біреумен сөйлесейін. Бұл оның көп жылдық үнсіздігі еді. Ол қайтадан қасық ұстауды, душқа түсу, киім таңдауды, адаммен сөйлесуді үйренді. Кейде жылап жіберетін. Өйткені бұрынғы өмірін еске алатын. Ескі үй толық тазаланып, тонналанған мусорлар шығарылды. Қабырғалар боялды, полды ауыстырды, терезе жарқырады. Енді ол үй басқа еді. Ең бастысы, Арманның өзі де басқа адамға айналып жатыр. Осы оқиғадан кейін қалада жаңа бағдарлама ашылды. Жалғыз адамдар тексеру басталды. Волонтерлар шықты. Бір ғана оқиға мыңдаған тағдырды оятты. Ауруханадан шықпас бұрын Арман бір хат жазды. Онда былай деді: мен қоқыстың ішінде емес, жалғыздықтың ішінде жоғалдым. Егер біреу ертерек келсе, бәлкім бәрі басқаша болар еді. Бұл өкініштің даусы еді. Ал енді сен ойланып көр, сенің қасыңда жалғыз жүрген адам бар ма? Бір хабарласу, бір сұрау, бір күлімсіреу біреудің өмірін сақтап қалуы мүмкін.